дегенде шайқас болған жоқ. Құн атты әскері екі жақтан қыспақ қалғанда, біздің сарбаздар тым-тырақай қашты Галапласиге. Құндар Римнің іргесінде тұр. Бізді қорғайтын ешкім жоқ. Аэций қоршауға алынады. Оның заңды әскері бүлікшігелеспейді демем. Құндар да қылмыскерді жақтады. Аэций! Құлығында құрық бойламайтын сондай залым, арсыз адам. Менің жиенім Теодос парсы елімен қатынасын түзебелік. Енді Шығыс империясының көмегінен үміт жоқ. Аспар! 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 Бәрі бітті. Біз жеңілдік. Аэцийдің бағасты. Енді мен онымен қайтадан келісімге келуім керек. Қандай жеркенішті. Константинопольге қашу керек. Анашым! Анашым! Ганория! Балапаным! Валентинье! Анашым! Біздерге қысыл таяң шақ туды. Не? Аэций батыстың қожайынына айналды. Енді мен оны батыстың патрисы және бүкіл әскерінің қолбасшысы етіп тағайындауға мәжбүрмін. Жоқ, анашым! Аэций, енді одан бәрін күтуге болады десеңші. Сондықтан да мен Константинопольге қоныстанамын. Сол жерден Теодос ағаларының керек кезде көмекке келуіне ықпал етемін. Анашым! Мен 3 жылдан кейін кәмелеттік жасқа толамын да. Ересектердің тоғасын кем. Анашым! Валентинье. Валентинье. Аэцийдің беделіне нұқсан келтіруіміз керек. Сөйтіп, оны биліктен шектетуіміз керек. Сондықтан Ганория Август атағын алады. Анашым! Әзірше шыдау керек. Аэцийдің өз қылмыстары үшін жауап беретін күн келеді әлі.
Түсім. Және ұзаққа созылмайтын түс секілді көрініп те тұрады. Олай деме. Бізде бәрі жақсы болады. Біз бақытты боламыз. Евгений, көзің жұмшы. Өткен шық. Евгений. Евгений. Менің денем салынған 6 теңге. Мұнда мені Рим империясы құтқарады деп жазған. Бұл сенің батыстың Августасы болғандығың үшін көрсетілген құрмет. Сенің болашақ күйеуің Рим императоры болады. Евгений, менің болашақ күйеуім сен. Демек екеуміз Рим империясын бірге құтқарамыз ғой. Мен сенің жай ғана қызметшімін, Ганория. Олай деме. Олай деме. Сен мен басты ақылдасың. Сен сенімдісің, Евгений. Жасин. Ганория. Құлдардың арасында аятсыздықтың шылары бар екеніне сенімдім. Аятсыз. Оларды оп-оңай сатып алуға болады. Біз өз махаббатымызды барынша жасыруға тиіс. Жоқ! Аятсыз сені өз ұлына тастыра ма деп қорқам. Евгений, сен мені сол бір сенімсіз адамның жақыны болады дегенге сенесің бе айтшы? Өтінем. Ұмытайықшы бәрі. Ұмытайықшы. Евгений, ұмытайықшы. Евгений. İmparatorun buyruğundan. Onun ешқандайда тірәк сол еді ғой. Ол қазірден-ақ сіздің күйеуіңіз әрі болашақ император сезініп жүр. Жоқ, бар болғаны менің қызметшім еді ғой. Қызметші! Сіз Август атағынан айырыласыз және күнәмді кешіріп жалбару үшін Константинополға аттанасыз. Жоқ, жоқ, Евгений, Евгений. Мен сені босатқандығымды ешқашан да кешірмеймін. Ешқашан да кешірмеймін. Жоқ, 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 жібер. Қымбатты Валентиния, егер екеуміз туысқан болса, мен сіз үшін бәрі тіпті қолдан келместің өзін жасадым. Менің ұлым Гаудентиус, сіздің қызыңыз Евдоксияға тамаша күй болаларыңыз. Бірақ онан кәмелеттік жасқа толған жоқ қой. Қымбат. Қазір некесін қиямыз, сонан соң тойын жасаймыз. Сіз империямыздың құтқарушысы болыңыз. Сонда ғана Құдайдың шапағатына бөлінесіз. Ал мен әйелімен ақылдасып көрейін. Балаларымның бақыты үшін қолымнан келгеннің барлығын жасаймын.
Onlar. Men bugün Atilla'ны түсімде көрдім. Ya. At üstünde kolunda altın semseri var diyeyim. Aşık bulsam, nağız erkekке aşık bulsam diyeyim. Men erkek көрмегелі не заман. Бірақ Атилла жабай ғой. Ода тұрған не бар? Менің анам Гала Пласиди, жабайлар королі Адольфқа күйеуге шықты емес пе? Алайда ол мұны Римнің мүддесі үшін жасаған болады. Ал мен Ганория ханшайым Атиллаға күйеуге шықсам, Рим үшін шексіз жақсылық жасар ем. Римнің шекарасы батыстан Қытайға дейін созылар ем. Рим! Бірақ Атилла өзінің Керикосын өлердей жақсы көреді. Ал мен екінші болсам ше? Жоқ, батыстың Августасы бола тұра саған екінші болуға болмайды. Сен тек бірінші болуың керек. Бірінші. Жер сілкінді. Жер. Константинополь мазасыз Атилла өзінің қаңырап қалған әйелінің сарайын өртеп жіберген деседі. Кереко өлді. Қалай қуанбайсың? Жүрегім дүрсілдеп барады, Жасин. Болды. Енді соза беруге болмайды. Римнің жартысын иелену құқығын Атиллаға бере алам. Ганория, сен опасызсың. Жасин! Жасин! Мен ешқандай да опасыз емеспін. Не бар болғаны? Рим үшін шексіз жақсылық жасағым келеді. Болды. Енді бұлай соза беруге болмайды. Жасин, сен мына неке жүзікті Атиллаға дереу жеткіз. Бірақ Валентиненге ешқандай даяушылық болмайды. Жоқ. Тағдыр! Мен аямай соқты. Мен батыс императоры. Ғұндардың итаршы саятсеге басыбайлы гректарымын. Бірақ ол менің көзімді кез келген сәтте құртып жібере алады. Алайда өзімді будандасқан сұмдық күтіп тұрған білмекпін. Атилла мен Ганорияны өлгісі келеді.
Elbette gözlerine kalp dönmüş için. Meni ölüm жазасына kesет. Мен бұған қайткен күндені кете жасауға тиіспін, бірақ қалай. Атила мен Ганория некелескен жағдайда маған және Аэцеге демек Аэцейдің де басына қауіп төніп тұр деген сөз. Өмірі бойы Аэцейдің тайраңына төзуге мәжбүр болдым. Осы адамның алдында жалбақтауға мәжбүрленген қорлық жылдары қалай ұзаққа созылды десеңші. Ол мені бала кезімде өзінің озбыр досы жанның қолымен өлтіргісі келген қашауым. Менің байғұс анам. Аэцей өз қылмыстары үшін жауап беретін күн туады деп айғайлаған, ешқашан ұмытпай. Барлық король біткен сіздің шешіміңізді күтіп толқулы. Ал мен сенің шешіміңді күтіп толқулымын. Сен солтүстіктің патшайымы болуға келісіміңді бересің бе? Құдіретті қаған ұлы император. Ата-анасы өзіңізге еш қарсылықсыз жатқан жас ханшайымның кешісін сұрағаныңыз не? Олар не деп қарсылассын? Ал мені кешісімді сұрағаныңыз мүлдем таң қалдырады. Өйткені мен сені сүйем. Және сенің де мені сүйгеніңді қалаймын. Кереко! Мені Керекоға қатты ұқсайды десең.
Keremet ұқсайсың. Тек алтындай ғажайып, шаштарыңның түсі ғана өзгеше. Senin gerek onu xalis degenimde estidim, bırak sen Ganori Hanşayip turalı estiğin çıkarıp otursun. Ganoria'ны өмірімде бірде бір рет көрген емеспін. Тағдыр талқысына түскен сол Ханшайымды мен шын көңілден аядым. Meyli. Ganori, soltüstük ben bastığın Hanşayımı bola versin al men. Senin kömürde sayıldığını biri bolgada dayım. Менің көңілдестерім империяның саяси көрінісі ғана. Ал ақиқатында мен бір сүйермін. Осы бір шіріген империяның нағыз императоры Этси! Маған бағынышты. Мен білем, Этси болашақ Рим ғын империясының менімен тең билеушісі болсам дейд. Атилла! Атилла мен тең болуға мүдбарда. Азға қанағаттанып, не көрініпті соншама? Осыншамашы, екеуміздің дос болғанымызға қарамастан, мен өзімді тәуелді сезіндім. Ganori! Жаңғызда құдіретті тәңірдің маған Рим ғын империясын құру үшін жасап отырған жақсылығы Валентинияның маған туыс болудан бас тартуға батылы жете қоймас деп ойлаймын. Сен екеуміз болмағанда оның империясы баяғыда құрған болар еді. Евдоксияның тойы түсімен менің ұлым Гаудентиус батыстың императоры болады. Ол үшін Атиланың Ганорияға некелесуіне қарсы шығып, ғұндарға берген екі бірдей қантты бұзып, мен Атиланың қас дұшпанына айналам. Этсидің көмекшісі Литориустың кесірінен ғұн жалдамалары Тулуза түбінде ауыр шығынға ұшырады. Біз атақты батырларымыздан айырылдық. Осыдан кейін мен оған өз әскерімді өлімге бас тіктіруге жол бермейтінімді мәлімдедім де, ғұн жалдамаларының барлығын Галиядан алып кеттім. Сен екеуміздің арамыз осылай қатты суыды. Адамдар! Билік үшін не істемейді? Бірақ Атилаға қарсы шығуға бола ма? Дегенмен, бұл араласуға тұратын ойым. Этси! Сен маған доссың ба? Жоқ па? Атилла!
Шығыстың императоры Теодос сізге және барлық жақындарыңызға зор денсаулық тілейді. Біздің елшілік бейбіт келісім шарттары туралы хатпен алым-салық әкелді. Маған елші ретінде жоғары шенді шенеуніктердің келуін талап еткенмін. Мен графпын. Талай ең маңызды мәселелерде келесіде Патрис Анатолиус келетін болсын. Бірақ Шығыстың Патрисы еш уақытта... Не Патрис Анатолиус? Не соғыс? Ұлы қаған Атилла, батыс императоры Валентиниан сізге және жақын жауқаттарыңызға зор денсаулық тілейді. Ол сіздің Сирмиумнан әкелінген олжа құмыраларыңыздың жоғалуына байланысты. Болмашы түсінбеушіліктердің тез арада реттелуіне үмітті. Бірақ ол құмыраларды ұрлағанда, сатқанда сіздің римдік хатшыларыңыздың бірі дейді. Ол құмыралар құн қорғаннан ұрланған. Сильваниус құнын төлеуге әзір. Қорғаннан ұрлау, аруақты қорлау, ақымақ! Ол құмыралар құнсыз! Латынша сөйлесетін болдық қой. Бірақ сіздің Рим папасының грекше сөйлемейтіндігіңіз таң қалдырды. Мен сіздің Италияда оқығаныңызды білетін едім. Бірақ грек, латын тілдерінде осынша жақсы сөйлейді деп ойламаған едім. Менің әкімшілігімде
римдіктер мен гректер өте көп. Алайда латынша ауызекі сөйлеуді аятси бізге қасиетті аманат ретінде келген. Сонау балалық шағымнан бастадым. Дегенмен де, сіз аятсимен өткен жазда Каталаун ұрыс даласында кездестіңіз. Осы шайқас неліктен әдеттегідей таң алдында емес, күндізгі сағат 3-те басталды. 40 жылдан аса дос болған адамыңа қол көтеру оңай ма? Бірақ сол түні аятси жоғалып кетті. Кейін сарбаздарда қараңғыда адасып кеттім. Бұндарға тұтқын бола жаздап, әрел қашып құтылдым деп ақталып. Бірақ бұл ешқандай қисынға келмейді. Оған тіпті көбі сенген де жоқ. Олай дейтінім, екі жақтың да әскері ұрысты тоқтатты да, ары қарай жалғастырмай тарқатты. Ал сізді Галиядан кетіп қалды деп ойлады. Леон! Бұл бүгінгі әңгімеміздің мән мазмұны сияқты тарих құпиясы болып қалсын. Бүгін бір-бірімізді түсінер болсақ, менің Италиядан да кетуім ғажап емес. Онда біздің бұл кездесуіміз тарих құпиясына айналады. Өйткені бұл соғыста Рим үмітін үзген болатын. Ал сіздің Рим ұлы империясын құрамын деген арманыңыздың орындалатынына менде ешқандай да күмән жоқ. Мені бірақ нәрсе мазалайды. Христиан халқының тағдыры не болмақ? Қадірлі Леон, менің империямда барлық дін өкілдері өздерін жайлы сезінеді. Біз жаулап алған Дакия мен Панониядағы римдіктерді қоспағанның өзінде мыңдаған остроготтар мен германдықтар да христиандар қатарында. Ал миллиондаған далалық біз Тәңір деп атайтын жалғыз да құдіретті Құдайға сенеді. Өкінішке орай, готтар ариандық бағыттағы христиандар ғой. Біздің өз арамызда түбегейлі түсінбеушіліктер де бар. Мен білем. Франктердің адамды құрбандыққа шалатынын, пұтқа табынатындығын жақсы білем. Алайда болашақ Рим ғұн империясы құрылғаннан кейін сіздің дініңіз Испания мен Африкадан, одан Қытай шекарасына дейін еркін уағыздалатынына уәде берем. Испаниядан Африкаға, одан Қытай шекарасына дейін. Иә. Ғұндар көпте Құдай жалғыз болса, күндердің күнінде жер бетінде бір ғана билеуші болатынына сенеді. Мен қиялшыл жан емес. Өмірге шынайы көзқараспен қарайтын жанмын. Дегенмен де сіздің бұл ұсынысыңыз қызығарлықтай екен. Қазіргідей қиын саяси ахуалда сіз керемет ғажап, ұлы болашақ ашып отырсыз. Мен ойланайын. Ойланыңыз. Жақсылап тұрып ойланыңыз, Леон. Сіз маған болашақ Рим ғұн империясын біріктіруге және ондағы тұрақтылықты қамтамасыз етуге көмектеседі деп ойлаймын. Өйткені мүдде ортақ.
Менің асқарлы мақсатым соғыста жеңіп шығу емес. Бұйыл сізбен достыққа, түсіністікке қол жеткізсем, бол. Олар біздің тілегімізді Құдайға жеткізеді. Қалаумен, о Тәңірім, құлның елін күн еттім, майдан аштым накасқа, қалаумен жүректім. Тайталас, бастан өтті сан шайқас, жер құшты, талай бақталас, қан суды ағып, мың сан ұшты бас, шарабын жеңіс сан іштім, неге жеттім, не ұттым, доста жоқ, жарда, жауымда тұл қалды мына дүние, адамсыз оның мәні не? Кеше көр мені, Тәңірі. Оғланым, бектерім, қалың халқым, бүгінім мұнар, ертеңім түн болмасын деп тіледім. Көрер күнім мұң болмасын деп тіледім. Көк тәңірден осы соңғы тілерім